Женишева Адилия Тынчбековна. Ысыкөл обласының Ақсу районына қараштуу Теплоключенко айылында Мамбет Мамакеев атындағы гимназия мектебінің 7-ші Б классының оқушысымын. Ата жұртты душмандардан сақтаған, ел намысын биік тұтып сатпаған, ер жүректі ағайынелер бар үшін мен ардайым сыймықтанам, мақтанам. Мен бауырсақтарын, қанын, жанын аябай, өз мекені ата жұрты үшін соғышқа аттанған жауынгерлерге, ағайынелерге, аталарға арнамақшымын. Мындан да ана 75 жыл мұрын жерге қара тұман қаптады. Бұл соғышта қаншалаған апалар баласыз, уылсыз, қаншалаған нәрестелер атасыз, ағасыз қалды. Қырғызстаннан бұл соғышқа 360 мыңнан ашуын жауынгер аттанған. Алардың бірі менің чоң таятам Ахматов Өмірзақ еле. Ал 1915 жылы Ақсу районына қараштуу Вознесенский айылында жарық дүниеге келген. Ал қарды соғыш башталғанда 25-30 ғана жашта еле. Тағдырдың бұйрығы екен. Ошол бойдон қабарсыз, дайынсыз қала берді. Бирок ардайым жүрөгүбүздүн түпкүрүндө өмүр бою сакталып калды. Көдөнгө батпай кусалып, сагыныч күйөт кыстады. Күттүргөн уулу дайынсыз, апалар канча сыздады. Мекенин көк жалуу уулдарын эскерип дайым жүрөбүз. Өзүңөр кылган эрдиге баш ийип таазим этебиз.